Сәлем, бұл заманмен кестелеу курсы. Бұл жерде біз welcome-ның контуры деген құралдарын қолданамыз. Кеттік. Алдымен біз кез келген фигураны саламыз. Үлкейтейік. Контуры деген бұл бір нүктеден екінші нүктеге баратын тігіс. Ең алдымен строчка. Ешқандай өзгеріс жоқ, тек қана біркелкі тігіс. Екіншісін таңдаймыз. Скульптурная строчка. Ешқандай армашылық жоқ сияқты, бірақ та суретте көрініп тұрғандай, біреуден кейін екі рет тігіп отырады. Мынаны екі рет, мынаны бір рет, мынаны екі рет. Келесі, тройная строчка. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ сияқты, бірақ кез келген тігісті үш рет тігіп отырады. Сонда қалың болып тұрады. Кейінгі, обратный стежок. Өзгертіп жіберейік қазір. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде өзгеріс көрініп тұрады. Өзгеріс бар. Кейінгі стебелечный стежок. Оның көрінісі осындай. Строчка мотивов. Көрінісі осындай. Мінекей. Әр қайсының өзінің көрінісі болады. Сатин. Егерде алдыңғы сабақта өткендей True View-ны басатын болсақ, сіздер үлкейтсеңіздер тігістің көрінісін көресіздер. True View-ны қайттан басамыз. Мінекей осындай. Егерде тағы да түрлер керек болса, мына менюны басамыз, сол кезде осындай түрлер шығады. Бұл жерде біз контурлармен таныстық.